Қайырлы күн бағбандар. Бүгін мен сіздерге атыда өсіп жатқан қызанақтарымды көрсетемін. Міне осыған тыңайтқыш бергенмін. Міне ешқандай химиялық емес, табиғи тыңайтқыштарды берген өзіне. Қызанақтарым қызарып бастап жатыр. Көтерейін десем сабағы сынып кетейін деп тұр. Міне жақтарда күкімдік расададан егілген. Тағы бір видеода көрсеткенмін, оны тұқымнан еккен помидорында бар. Ол күзге таман дайын болады. Қазіргі жазды қызанақтарым жайлап пісуде. Қазір көрсетемін қызанақтарымды піскендерін. Биыл помидорларын кеш қызарып жатыр, жылда ерте пісетін. Биыл осындай домалақ помидор еккенмін. Сортына байланысты ма әйтеуір. Енді шілденің аяқ жағында пісіп бастады. Бірақ түйнегі жаман емес секілді. Әлі мына көк түйнектер дәу-дәу болып үлкейеді. Әлі кішкентай. Не бұйын қызанақтарым. Осылар жайлап пісуде қызарып. Қазір қызанағым сынып қалмасын деп өстіп ағаш тіреп байлап қойғанмын. Биылғы помидорларым осындай құрты жоқ, тап-таза. Мына помидорым жарылды. Қарамаппын, жарылды. Бірақ та жарылғанменен ешқандай құрты жоқ, тап-таза. Бірақ мен бұған құртқа дәрі биылға сепкен жоқпын. Бүгін осындай тәтті бұрыштарды көрсетемін. Тәтті бұрыштар. Бірде-бір видеода көрсетпегенмін, енді бірінші рет көрсеттім. Қазір баялдыны көрсетем. Мен баялдыда менде осындай голландский сорт биыл қап-қара осындай. И осындай сопақ. Жылда домалақ болатын, биыл осындай ұзыншақ сортын ектім.